Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Сабағымыздың тақырыбы көксерек әңгімесінің композициясы. Оқу мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөліктерін талдау, шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Көксерек әңгімесі. Көксерек адам мен табиғат арасындағы байланысты көрсететін шығарма. Авторы Мұхтар Әуезов. Бұл әңгіме 1929 жылы жазылған. Реалистік әдебиет дәстүрі тудырған мотивтерді шеберлік палитрасындағы сан алуан бояулар мүмкіндігін өз мұратына орай өнерпаздықпен жаңғырту арқылы жазылған жаңа тынысты шығарма. Автор шағын көлемге мол мағына сыйдырған, адам қолында өскен, бірақ адамға қиянат еткен, оның ет бауырын езіп жара салған көкжал сол адам қолынан өлім тапты. Образды ой символдық ойға, әуенді сарын үлкен идеяға ұласып, Сахара топырағындағы шындықты қанық бояу, айқын колоритпен бейнелеген көксерек бір әдебиет шеңберінен биіктеп көтеріліп, әлемдік жауһарлар қатарына қосылған. Көксерек тұңғыш рет жаңа әдебиет журналында жарияланды. Әуезовтың Қараш-Қараш, Қилы заман кітаптарында 12-20 томдық шығармалар жинақтарында шықты. Бірнеше рет жеке басылды. Пантелеев аудармасымен Новый мир журналында жарық көрді. Көп деген шетел тілдеріне аударылды. 1977 жылы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жеке кітап болып шықты. Шығарма бойынша көксерек фильмі түсірілді. Қазақ, неміс, орыс тілдерінде спектакльдер қойылды. Мұхтар Әуезовтың көксерек әңгімесінен қысқаша мазмұны. Әңгімеде қасқыр, табиғат, адам мәселесі сөз болады. Жаратылыстағы адам мен табиғат теңдігінің қатынас дәрежесі көрсетіледі. Адамдар табиғаттың өз заңдылығына қарсы шығып, қасқырлар мекенін ойрандап, оның күшігін енесінен айырып, ауыл тұтқыны етті. Бірақ қасқыр есейген сайын бостандықты сағынады. Ауыл тұрғындары көксеректі жақтамай тұғын. Құрмаштың нағашысы қасқырды оның көзін ашқан екі күшігін өлтіріп, ең кішісін ауылға алып келеді. Құрмаш қасқырдың бөлтірігін асырап алады. Қасқырдың бөлтірігін ауыл төбеттері күнде талайды. Бір жыл өтеді, көксерек өседі. Барлық төбеттерді талауға шамасы жетеді. Сол кезде ол өзіне күшік кезінде тиісіп, тамағын тартып алатын итті талайды. Көксерек тамаққа тоймай, талай қазандық еттерді жеп кететін. Әрі қарай көксерек көкжал болады. Ол далаға кетеді, ауылға қайтып оралмайды. Ол бір ұрғашы қасқыр кездестіреді. Содан кейін екеуі бірге азық тауып өмір сүреді. Қатты боранда ол 7 аш қасқырды кездестіреді. Көксерек солармен бірге бір күнде ауылдың бір үйір жылқысын жеп кетеді. Қарындары ашқанда жылқыға, қойға шабуылдайды. Ауыл адамдары қатты ашуланады. Бір күні Құрмаш атасы ауырып қалғанда боранда қой бағуға шығады. Сол кезде көксерек пен жанындағы 8 қасқыр сол қойларға шабуыл жасайды. Атпен жүрген Құрмаш оларға қарсы шығамын деп аттан құлайды. Құрмашқа көксерек шабады. Ол көксеректі оны бір құлағының астындағы енінен таниды. Көксерек деп шақырады. Ауылда бір аңшы, бір төбет итті асырайды. Ол ит қасқыр алатын ит екенін ауыл адамдары мойындайды. Ол бір қасқыр ұстайды. Өзі көкжалдай болады. Ол көксеректі іздеуге бірнеше адам болып шығады. Жаңағы тайыншадай итті бірге алып шығады. Олар көксеректі бір сайдың жотасына кездестіреді. Сол мезетте үлкен төбет көксерекке арыстандай атылып, жолбарыстай бақырып тұра ұмтылады. Екеуі біраз арпалысады. Екеуінің күші тепе-тең болады. Екеуі бір-бірімен тістесіп, екеуінің ауыздары қарысып қалады. Сол кезде ит иесі мен ауыл тұрғыны келіп, көксеректі бауыздап жібереді. Төбет ит сол кезде зорға демалады. Олар ауылға Құрмаштың апасына көксеректі алып келеді. Сол мезетте апасы «Менің баламның жазығы не?» деп айтады. Апасы қайғыдан құса болады. Шығарма кейіпкерлері. Құрмаш көксеректі күшік кезінде ауылға әкеліп бағып қаққан. Көксерек күшік кезінде ауылға әкелінген. Көксерек ауыл иттерінен қорлық көреді. Иттер оны дос көрмейді, маңына жақындатпайды. Қасқырға шабатын батыл төбеттер оны талайды. Басқа иттер ырылдап үріп, кейде тап беріп, әр жерінен тістеп кетеді. Қасен Құрмаштың дұшпаны
болып көрген сайын мазақтап жүретін адам. Ақ қасқа, Жұмаштың иті, Көксеректің баққасы, онымен әрдайым күресіп жарақат жасайтын ит. Бейсенбай жылқышы, қолында шошайған сойылы бар, астында қатып қалған ақ бедеуі бар жылқы бағып жүретін адам. Құрмаштың әжесі, Құрмашты қолдап отырған адам, соңында елді тегіс еңіретіп, Көксеректі басынан қарғап тұрып депті. Жұмаш, Құрмаштың ауылдасы, баққасы, үнемі Құрмашпен ұстасып жүретін бала. Шығарманың композициялық құрылысына талдау. Оқиғаның басталатын кезі. Қарадір, қасқырлар мекені, тағылар тірлігі. Оқиғаның байланысы. Адамдар шабуылы, бөлтіріктер тағдыры, қаталдық. Шығарманың дамуы. Бөлтіріктің Көксерек атануы, оның адамдардан көрген жәбірі. Шығарманың шарықтау шегі. Көксерек және Құрмаш, сәбидің таза көңілі, мейірімі. Шығарманың шиеленісуі. Көксеректің ауылдан кетуі, ұяластармен тез табысуы, тағылардың тағылық істері. Шығарманың шешімі. Құрмаштың қазасы, Көксеректің жазасын тартуы, әже зары. Кері байланыс тапсырмасы. Қасқыр туралы 5 мақал мәтел жазу. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.